Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен асты жыртылмай, жабыспай, беті қатпай пісетін, қамыры өте керемет болып шығатын осындай манттың рецептімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде маған лайк басып, тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіз. Ең алдымен мантымыздың қамырын дайындап аламыз. Ол үшін ыдысымызға жұмыртқа мен тұзымызды салып, үстіне салқын суымызды құямыз. Жақсылап араластырып аламыз. Енді ұнымызды саламыз. Оның барлығын салып жібермеңіздер, себебі қатты болып қалуы мүмкін. Ұнымызды аз-аздан сала отыра илеп аламыз. Қатты жұмсақ емес, орташа қамыр болуы керек. Қамырды жұмсақ етіп илеп қоймаңыздар, себебі қамыр тынғаннан кейін екі есе жұмсаратын болады. Иленген қамырымызды екі бөлікке бөліп, пакетке салып, тоңазытқышқа 15 минутқа тындырып аламыз. Қамырымыз тынғанға дейін начинкасын дайындап аламыз. Тартылған етімізге 5-6 дана пиязымызды турап саламыз. Мен 200 грамм асқабақ салдым, қаласаңыздар картоп салсаңыздар да болады. Үстіне осындай арнайы мантыға арналған дәмдеуіштің жарты бөлігін салдым. Аздап шай қасықтың ұшымен зіре салдым. Егер мантыларыңыз сочный болу үшін 100 грамм су қосып жіберсеңіздер болады. Барлығын жақсылап араластырып, үстіне 2 шай қасық тұзымызды саламыз. Енді жақсылап араластырып, үстіне пищевой пленкамызды жабамыз. Біздің начинкамыз дайын. Осы аралықта біздің қамырымыз дайын болады. Біздің қамырымыз осындай болып шығады, қатты жұмсақ болып кетпесін. Себебі піскеннен кейін қамырларымыздың беті кеуіп, асты жабысып қалуы мүмкін. Енді қамырымызды жайып аламыз. Ең алдымен осылай қолымыздың көмегімен он сеуіп отыра, домалақ пішінге келтіріп аламыз. Солдан оңға қарай біркелкі етіп жаямыз. Қамырларыңыздың шет-шеті қалың болып қалмау үшін осылай жайсаңыздар да болады. Өте ыңғайлы, бір тегіс болып шығады. Біздің қамырымыз дайын болып қалды. Қамырымыз қатты жұқа емес, орташа көлемде болу керек. Кішкене ұн сеуіп жібереміз. Кесуге дайындаймыз. Дәл осы рецептпен жасасаңыздар, қамырларыңыз жыртылмай, өте әдемі болып шығады. Бір-бірінің үстіне қаттастыра отыра, 4 бұрыш етіп кесіп аламыз. Енді қамырларымызға начинкамызды саламыз. Барлығын біркелкі етіп салып, тиюді бастаймыз. Мінекей біз мантылардың барлығын түйіп алдық. Енді мантаваркамызды сұйық маймен майлап шығамыз. Енді мантаваркаға мантыларымызды арасын жақын етпей орналастырып шығамыз. Мантыларымыздың беті қатпай, әдемі нәзік болып шығу үшін үстіне сұйық майды міндетті түрде жағамыз. Жан-жағына да жағып шығамыз, себебі алынған кезде бір-біріне жабысып қалмау үшін. Қайнап тұрған суымызға мантыларымызды 40-45 минут көлемінде пісіріп аламыз. Мінекей біздің мантыларымыз дайын болды. Қараңыздар, асты жабыспай, қамыры өте керемет болып шығады. Піскеннен кейін беті қатып қалмайды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер сіздерге пайдалы болса, маған тіркеліп лайк басып, қоңыраушаны басып кетіңіз.